Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, оқушылар, ана тілі сабағын бастаймыз. Бүгін бізде қайталау сабағы. Оқулығымыздың 53-ші бетін ашып, бірінші жаттығуға қарайық. Өлеңді түсініп оқы, жаттап ал. Аға ақылы. Жаман сөзге ермеші. Намысыңды бермеші. Ел сенімін ақташы, абыройды сақташы. Өлең неліктен аға ақылы деп аталған? Дұрыс айтасыңдар. Өйткені үлкеннің кішіге берген ақылын көріп тұрмыз. Жамандықтан тыйып, жақсылыққа шақырып тұр екен, иә? Өлеңде кездесетін сенім, абырой сөздерінде қанша дауысты, қанша дауыссыз дыбыстар бар екенін атап көр. Оларды тасмалдап көр. Балалар, сөздің жуан немесе жіңішке айтылғанын қалай білуге болады? Дұрыс айтасыңдар, сөздегі дауысты дыбыстарға байланысты екен. Мысалы, сенім сөзінде дауысты дыбыстары жіңішке болып келеді. Сондықтан сенім сөзі де жіңішке айтылады екен. Ал абырой сөзі жуан дауысты дыбыстардан құралған. Сондықтан жуан естіледі екен. Екінші жаттығуға назар аудар. Бірінші жаттығуда берілген өлеңді пайдаланып, соның ішінен екі бағанға бөліп жазамыз. Бірінші бағанға жіңішке айтылатын сөздерді, ал екінші бағанға жуан айтылатын сөздерді тауып жазамыз. Үшінші жаттығуды орындайық. Жеңіс, жауынгер, балапан деген сөздер берілген. Осы сөздерді дәптерімізге әртүрлі тәсілдермен тасмалдап жазамыз. Мысал үшін, жаңалық немесе жаңалық деп екі түрлі тәсілмен тасмалданады. Осы екі тәсілді де жазып көрсетеміз. Буынға бөлумен шатастырмаймыз. Төртінші жаттығу. Берілген сөздерден тасмалданбайтын сөздерді тауып айт. Балалар, біз осыған дейін тасымал ережесін өткенбіз. Жазу жолының соңына сыймаған сөзді буынға бөліп, келесі жолға тасмалдап жазатынбыз. Жолдың соңына жалғыз әріпті қалдыруға болмайтынын білеміз. Және бір буынды сөздерді тасмалдауға болмайды. Ойланып, қай сөздерді тасмалдауға болмайды екен, қарап көрейік. Қане, бірінші сөзді буынға бөліп көрейік. Оқушы. О-қу-шы. Үш буыннан тұрады екен. Олай болса, тасмалдап көрейік. О-қушы деп тасмалдауға болмайды. Яғни, жалғыз әріп қалып тұр. Ендеше, оқушы. Бұл сөз тасмалданады екен, иә? Келесі сөздерді өзің тексеріп көр. Дәптермен жұмыс. Жұмыс дәптеріміздің 37-ші бетін ашамыз. Көркем жазуға берілген ш әрпінің бас және кіші әрпін әдемі етіп жолдың сызықтарын сақтап жазамыз. Оқулықтағы екінші және үшінші жаттығуды дәптеріміздің осы бетіне орындаймыз. Ана тілі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бола ғой.